Баяғыда бір жетім қыз өмір сүріпті. Аты Күлбикеш. Ол өгей шешесімен әпкелеріне барлық үй жұмысын істеп беретін. Бір күні сарайдан балға шақыру келеді. Ханзада бүкіл елдің аруларын шақырыпты. Күлбикештің де барғысы келді. Бірақ өгей әпкелері Күлбикешке баруға рұқсат бермей, өздері сәндене бастайды. Күлбикеш оларға көмектесті. Күлбикеш жылап отырғанда оған сиқыршы әже келіп көмектесуге шешім қабылдайды. Сиқыршы әже сиқырмен Күлбикешке әдемі көйлек, әсем күйме және ақ аттар жасап береді. Бірақ ескертіп айтады, түнгі 12-ге дейін ғана. Сарайда Күлбикеш ханзадамен билеп, барлық қонақтардың назарын аударады. Ханзада оған ғашық болады. Сағат 12-ні соққанда Күлбикеш асығып қашып бара жатып, бір шәркейін түсіріп алады. Ертеңінде ханзада сол шәркейге ие қызды табу үшін ел аралайды. Бірақ ешкімге шәркей сыймайды. Кезек Күлбикешке жеткенде шәркей дәл болып шығады. Ханзада қатты қуанады. Сөйтіп Күлбикеш пен ханзада үйленіп, ұзақ әрі бақытты өмір сүреді.